Санның артқы топ бұлшықеттері жартылай сіңірлі бұлшықет мускулюс семитендинозус деп аталады. Ол санның артқы бетінің медиалды қапталында орналасқан бұлшықет болып табылады, ұзындау және жіңішкелеу келген. Сыртқы беті санның екі басты бұлшықетімен жанасып орналасады. Ал ішкі қапталы, мынау бұлшықет бізде санның жартылай жарғақты бұлшықеті мускулюс семимембранозуспен беттесіп орналасатын болып табылады. Ал мына бұлшықеттің жоғарғы бөлігін мускулюс глютеус максимус жауып орналасады, яғни үлкен бөкселік бұлшықет. Бұлшықеттің талшықтары шонданай сүйегі бұдыры тубер исхиатикумнан бастау алатын болып табылады. Төмен бағытта өтеді және ортан жіліктің ортаңғы бөлігіне келген кезде өте ұзындау келген сіңіршеге ұласатын болып табылады. Ол сіңіршесі ортан жіліктің медиалды айдаршығын артына алға қарай орап өтетін болып табылады. Және осы жерде тігінші бұлшықет мускулюс сарториус пен нәзік бұлшықет мускулюс грацилис сіңіршелерімен қосылып, бетке орналасқан қаз аяқшасы пессанцерина суперфициалисті құрап, асықты жілік бұдыры тубероситис, ради және де сирақ бұлшықеттері шандырына ұласатын болып табылады. Негізгі қызметі санды жазу, сирақты ию және аздап ішке қарай бұру қызметін атқарады. Сонымен қатар мына тұлғаны тік ұстауға да қатысатын болып табылады. Жартылай жарғақты бұлшықет мускулюс семимембранозус деп аталады. Санның артқы бетінің медиалды қапталында орналасатын бұлшықет. Бұлшықеттің медиалды бөлігі еркін орналасады. Ал артқы бетінде мына жартылай сіңірлі бұлшықеттің батыңқылары айқын байқалатын болып табылады. Бұлшықет жалпақтау келген сіңірше арқылы шонданай сүйегі бұдыры тубер исхиатикумнан бастау алады және төмен қарай бағытталады. Және бұлшықеттің көп бөлігі бұл сіңірлерден құралатындықтан жартылай жарғақты бұлшықет деп аталады. Бұлшықеттің дистальды бөлігі мына тізе буынының маңына келген кезде олар жинақталады және өте жіңішкелеу келген сіңіршеге ұласады және дәл осы сіңірше терең қаз аяқшасын түзуге қатысады. Пес анцерина профунданы. Және дәл осы жерден үш будаға тарамдалатын болып табылады. Бірінші жоғарғы сіңіршелі будасы бұл лигаментум пуплитум обликум, яғни тізе буынының қиғаш байламына. Екіншісі бұл асықты жіліктің буындық ерні марго инфраглиноидали тибия, мінекей мына жерде. Ал үшіншісі бұл тақым бұлшықетінің шандыры фасце мускули поплитыйға барып бекитін болып табылады. Негізгі қызметі санды ию, сирақты иіп ішке қарай тарту қызметін атқарады. Келесі бұлшықет санның екі басты бұлшықеті мускулюс бицепс феморис деп аталады. Ол санның артқы бетінің латеральды қапталында орналасатын бұлшықет болып табылады, екі басы ажыратылады. Ұзын басы капут лонгум, шонданай сүйегі бұдыры тубер исхиатикумнан бастау алатын болып табылады. Қысқа басы капут бревис, ортан жіліктің бұдырлы сызықшасы линия асперадан бастау алатын болып табылады. Екі басы өзара бірігеді және де ортан жіліктің дистальды бөлігіне келген кезде сіңіршеге ұласатын болып табылады. Бұл екі бастың сіңіршесі төмен қарай бағытталып, ортан жілік айдаршығының, латеральды айдаршығының артқы қапталын орап өтеді және де өздеріңіз көріп тұрғандай асықты жілік шыбығы басына барып бекитін болып табылады. Негізгі қызметі санды жауып, сирақты бүгу және ішке қарай тарту қызметін атқарады.